Армысыздар. Бүгін біз пияз қабығының пайдасы туралы айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Пияз қабығының пайдаланбасын халық медицинасында көптеген ауруға қарсы қолданады. Өйткені оның құрамында дәрумендер мен пайдалы элементтер көп. Сондықтан әртүрлі ауруға қарсы белсенді күреседі. Бірінші, тамағыңыз жиі ауырса, пияз қабығының үстіне қайнаған су құйып, сүзгіден өткізіп, тамағыңызды шайыңыз. Екінші, тұмауға тап болсаңыз, қайнап жатқан суға 4 ас қасық ұнтақталған пияз қабығын сеуіп, 3-5 минут ыстық бумен дем алыңыз. Үшінші, қатты жөтелсеңіз, 2 стақан суға 2 ас қасық пияз қабығын салып 15 минут қайнатыңыз. Және міндетті түрде сүзгіден өткізіңіз. Күніне 3 рет тамақ ішерден жарты сағат бұрын жарты стақаннан тұтыныңыз. Төртінші, бүйрегіңіз бен қуық қабыршағыңыз ауырса, 3 ас қасық ұнтақталған пияз қабығын алып, үстіне 3 стақан қайнаған су құйып, 30 минутқа қалдырыңыз. Қуығыңыз қатты қабынып ауырса, күніне 2 рет 50 мл-ден 3-5 күн ішіңіз. Ал үнемі ауыратын болса, одан күніне 3-4 рет 2 ас қасықтан 10 күн үзбей тұтыныңыз. Бесінші, тамыр аурулары мазаңызды алса, 2 ас қасық ұнтақталған пияз қабығына 100 мл қайнаған су құйып, 7 күн күтіңіз. Дайын болған соң жақсылап сүзгіден өткізіп, күніне 3 рет тамақтан жарты сағат бұрын 20 тамшысын ішіңіз. Денсаулық ең басты байлық екенін естен шығармайық. Келесі видеода көріскенше.